күшті осындай жерге тоқтадық. Қараңыз, бау болып тұр. Рошан. Тамақ ішуге Қазығұртқа тоқталдық. Қараңыздар. Таулар кәдімгідей көрініп тұр. Таза ауа. Ал біз Жаркенттеміз. Мына жақтан таможнядан өтуге тұрмыз Харгузға. Мына кісінекті шай, ыстық шай деп тұр. Қариғыл. Тасхана бар. Арғарай мүмкіндік болса түсірем. Ал Харгузға киіп қалдық. 3000 теңгеге QR кодпен алдық. Сөйтіп пиқтеп өткізіп жүрдік. Ал сіздерге Харгуздың столовыйын көрсетейін. Мына жерде қазақстандық заттар бар екен. Изи 700 теңге дейді ғой, ойлай беріңіздер. Қазақтар көп мына жақта. Қараңыздар, Алматы донері дейді. Донер бар. Яқта мына екісі тазалап жүр. Міне осылай тамақ ішіп кете бересіздер. Маған иісі ұнамады. Значит, приправа ма сондайлардың иісі ғой, дәм деушілер вообще ұнамады. Мына жерде жұттардың барлығын заттары осылай алып шығады. Мына жақта столовый, мына жақ Харгузшы алыпта жабады. Барлығы осы Қызылордадан, Шымкенттен, Алматыдан, басқа қалалардан осылай автобус келеді. Мына жерден тамақтануға болады, тура қағанат сияқты. Мына жер туалет и душ. Ал біз біттік, енді қайтып жатырмыз. Ал Харгузға келгендер болса, жазып кетіңіздер. Мен келдім, осы уақытта келдім деген сияқты. Бұл жақта айына бір рет 25 кило алып өтіп алып кестер болды. Лимит бітті.